Әлемді алқымнан алған коронавирус талай елдің тірлігін тұралатып тастады. Салдарынан көмекке мұқтаж жандардың саны өсті. Жаһандағы жағдайдың ушығуы біздің де елге салқынын тигізді. Пандемия төңірегіндегі ахуал волонтерларды біріктірді. Қоғамның әлсіз тобына көмек көрсету үшін арнайы топтар жасақталды. Күнделікті сағат 9:00-ден кешкі уақытқа дейін осы жерде барлық еріктілер ұйымдарының қосылуы аясында осындай наборлар жинақталуда. Бұл наборлардың ішінде азық-түлік, шаруашылық тауарлары, гигиеналық заттар бар. Мына коробкада қант, ұн, азық-түліктер салынған. Мынандай арнайы пакеттер бар. Бұл пакеттердің ішінде макарон, май өнімдері, тұз өнімдері салынған. Бас қалада жалғыз басты қарттарға, мүмкіндігі шектеулі жандарға және жалғыз басты аналарға азық-түлік, дәрі-дәрмек жеткізу қызметі іске қосылды. Бұл қатерлі індеттің алдын алуға бағытталған шара. Елімізге кішкене бір сынақ түсіп жатқан кезде біздің мешіттің жанынан құрылған еріктілер үлкен ізгі шараға өзіміз атсалысқымыз келіп жатыр. Сондықтан күнделікті шамаларымыз келгенше мешіт қызметкерлерімен, жамағаттарымызбен бірлесіп, осы жерге келіп халыққа азық-түлікті үлестіруде өзіміздің үлесімізді қосып жатқан жағдайымыз бар. Игі шараға 150 волонтер жұмылдырылған. Оларға дәрігерлердің арнайы нұсқамасын қатаң сақтау ескертілді. Біз біргеміз жобасының аясында сіздерге азық-түлік өнімдерін әкеліп отырмыз. Және де гигиеникалық маскалар бар. Бұл маскалар бірнеше рет тағуға болады. Оны шыға алмай отырған едік. Көп рахмет, алғысым шексіз сіздерге. Қанша балаңыз бар? Екеу. Маска бар ма еді сіздерде? Жоқ, маска онда антисептик табылмай жатқанбыз. Маска демекші, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы қыздар әйелдер секторы бір аптадан бері бетперде тігіп, өңірлерде тегін таратуда. Маскаларды алайық. Түгел шәке список қайда жаңағаны таратын списоктар бар ма? Халықты дүрбелеңге салып отқан ауру тарап жатқан кезде әсіресе мұқтаж жандарға қазіргі уақыттарда қайырымдылық өте қатты қажет. Дінімізде біреуге көмектесу, қол ұшын беру парыздың бірі жаңа зекет болса, ол қайырымдылық. Қояндыда жалпы 25 мың адам тұратын болса, оның 30 шақтысы мұқтаждықтары бар. Қоянды ауылдық мешітінің қызметкерлері соңғы 4 күнде 3 мыңнан аса масканы таратып үлгерген. Әлі де сұраныс бар. Мешіттің жасап атқаны өте жақсы, пайдалы. Бәле жаладан құтқаруға сақтық шаралары бәрімізге керек. Бұның өзі бірнеше адамды қорғап жатсыздар, сақтандырып жатсыздар. Өте дұрыс, өте орынды бұл. Халыққа қанша дегенмен әйтеу мешіттің Алланың атыменен көмегі рахмет. Әлем халқының 970 миллионы волонтер болса, біздің елде әрбір 8-ші қазақстандық еріктілер қатарына қосылуда. Міне, мынау маска ғой. Бұны бірнеше рет жуып не алып қолдана берсеңіздер болады. Баламыз сотталып кеткен. Қазір 2 жыл болды. Жігіттер көмектесіп тұрады. Иә. Сонымен 2 немерем бар ана. Келін сосын, келін андасында жұмыс істейді әйтеуір. Сол қазір жұмыс жоқ қой, үйде отыр қазір. Кез келген қиындықты жеңетін күш, бірлік. Кеше елді ертеңіне сендіріп, жерді қорғау үшін бірлік қаншалықты қажет болса, бүгін алапат індетпен күресіп, ел тұтастығын сақтап қалу үшін соншалықты қажет.